Саламатсыздар ма, менің көрермендерім? Мен бүгін сіздерге булкиден мак сеуіп жасайтын боламын. Оған керекті заттарым осындай болып шығады жасалу жолы. Не осындай жұмсақ, күттірілген, арасы аршық-аршық болып осындай болып шығады. Шаймен ішуге жақсы. Оған әуелі қамырымызды басып аламыз. Оған керекті сүт, 1 қасық ашытқы, 3 қасық қант, ерітілген сармай. Тұзымызды, песок қантымызды салып, әбден араластырамыз ерігенше. Енді осыны ұнымызға салып, қамыр басамыз.